Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналда 5 минутта дайын болатын сырок дайындайтын боламыз. Үйден өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видеом ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бөлме температурасында творожный сыр дәл осылай араластырып аламын. Одан кейін бөлме температурасында сары май және қант ұнтағын салып, үшеуін бір келік етіп жақсылап араластырып аламын. Қасықтың көмегімен араластырдым. Сіздер үйде блендер болса, блендермен араластырсаңыздар болады. Толық араластырып болғаннан кейін кондитерлік осындай арнайы мушетка салып дайындап қоятын боламын. Творожный сырымыз дайын. Енді шоколадымызды ертетін боламыз. Шоколадты осылай будың көмегімен жақсылап ертіп алдым. Үстіне сұйық майды қойдым. Сұйық майды құйып, екеуін бір келке етіп, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламын. Толық араластырып болғаннан кейін өз қалауларыңызша бетіне орех қоссаңыздар болады, ішіне қоспасаңыздар да болады. Мен орех қосып жақсылап араластырып алдым. Суығаннан кейін кондитерлік мушегімнің шетін қиып, арнайы сырок салатын формаға жасасаңыздар болады. Бірақ менде ондай форма болмағасын, мороженое жасайтын формаға салып шықтым. Ішіне 2 немесе 3 қасық салып, жақсылап осылай жан-жағын ашық болмайтындай етіп жағып шығамын. Толық видеоның құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көріп жасап шықсаңыздар болады. Шоколад толық жағып болғаннан кейін творожный сырымызды салып шығамын. Салып болғаннан кейін осылай кішкентай қасықтың көмегімен жайлап бір келік етіп жағып шығатын боламын. Жағып болғаннан кейін екінші қатарынан тағы да шоколадты жағамын. 2 немесе 3 қасық жағып шықсаңыздар болады. Толық жағып болғаннан кейін морозильникке 20 немесе 30 минутқа қатқанша қоямын. Менде барлығы 8 штук шықты. Сироптың арнайы жасалатын арнайы формасы бар, соны алып жасасаңыздар болады. Немесе кез келген көлемді осындай формаларға жасап шықсаңыздар болады үй жағдайында.
Сиропымды алдым жарты сағаттан кейін. Мінекей дайын болды. Дәмі күшті, керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.